Белгілі ақын Жүрсін Ерманның қызы Ардақ Жүрсінқызы әкесінің қазіргі жағдайы туралы мәлім етті. Ардақ Жүрсінқызының айтуынша, ақын жансақтау бөліміне түспес денсаулығы сыр берген. Себебі осыдан 4-5 ай бұрын Жүрсін Ерман оң аяғының тізесіндегі көк тамырға протез салдырған. Алайда протезді ағзасы қабылдамай, оның айналасы іріңдей бастаған. Артынша сол ірің қанға түсіп, ақынның дене қызуы көтерілгеннен талмас ұстаған. Ол есінен танғаннан кейін бір күн ішінде тыныс алу аппаратына таңылды дейді қызы. Сыртынан көрінбегенімен іштей іріңдеу процесі жүрген. Әкем ауырсынғанымен жағдай бұлай ушығады деп ойламаса керек. Басында онша мән бермеді, қойып кетер деп жүрді. 2-7 бұрын есінен танып құлады. Дене қызуы 40 градус болды. Сол күні кешкісін есінен танып құлады, аяғымен жүре алмай қалды. Содан жансақтау бөлімінде бірнеше күн есін жия алмай жатты. 1-7-ден кейін жазда жасалған отаны ашып, әргерлер протезді алып тастады. Бірнеше күн жасанды тыныстандыру аппаратында жатты. Осы аптаның басынан бастап беті бері қарады. Аппарат алынып, қазір өзі тыныс алып жатыр. Енді жеке палатаға шығарылуын күтіп отырмыз, деді ақынның қызы Ардақ Жүрсінқызы. Кеше дәрігерлер жансақтау бөліміне кіруге рұқсат берді. Сол жерде дәрумендерге толы сұйық тамақты дәрігерлер шланг арқылы ішкізеді екен. Содан өзіміз шприспен тамақтандырдық. Басында көңіл күйі түсіңкі болды. Әрине көңілін аулап айтыскерлерге сол жерде хабарласып сөйлестірдік. Кәрең сөйлейді, әлсіреп қалған. Бірақ айтыскерлердің дауысын естіп қуанып кетті. Барлығы денсаулық тілеп, жағдайына алаңдағанын айтып жатты. Әкем оларға талай жоспар бар еді. Денсаулық осылай болып қалды деп аздаған өкінішін білдірді. Қазір әкеміз есін жиып, жеке палатаға шығып қалады деп қуанып жатырмыз. Әрі қарай қайда, қалай емдететінімізді ойлауымыз керек. Ең бастысы беті бері қарат, деді Жүрсін Ерманның қызы. Егер видео ұнаса, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны ұсынған Айс KZ